күн достар, барлықтарыңызға. Бүгін осындай голенді сочный, мощный қылып мариновка жасайтын боламыз. Өте дәмді болады. Осы рецептпен жасасаңыздар, және де осымен жасасаңыздар өкінбейсіздер. Бізге бір силикон голенді барлығын пышақпен тесіп аламыз. Өйткені біздің приправаларымыз бойына сіңу үшін бізге құрғақ чеснок 1 шай қасық, қызыл бұрыш жарты шай қасық, көп салсаңыздар ащы болып кетеді. Және 2 шай қасық тұз саласыздар. Тұз артықтық етпейді. Және өзінің окорочкаге, голенге арналған приправасын үлкен ас қасықпен 1 ас қасық. Және осылардың барлығын араластырып, спецтерді голенге салып араластырамыз. Және бізге лимон қажет болады. Лимон өте жұмсақ және дәм береді. Жарты лимонды салып, сығып, оны да қосып араластырасыздар. Осы маған дәнектері ыңғайсыз болды, сол үшін мен алып тастадым. Қосып жібере берсеңіздер болады, ол пісіп шығады бойынан. Піскеннен кейін де алып тастай берсеңіздер болады. Осылай барлықтарын салып араластырып аласыздар. Сосын ең маңызды нәрсе бізде кетчуп. Кетчупты молырақ сала берсеңіздер түсі өзгереді. Дәмі де өте күшті болады. Осылай барлығын араластыра бересіздер. Кетчупты өздеріңіз голеннің грамына несіне қарай саласыздар. Ода мынандай грамм деген жоқ. Өте дәмді болады. Лайк басып, комментарий жазып, подписать етіп қойыңыздар. Және осылай өте дәмді болып шығады. Қасына подливмен, гарнирмен, болмаса силикон өзін осылай жіберсеңіздер болады. Арасы піскен, арасы не үшін аппақ демеңіздер, арасы осылай әдем болып піседі. Дәмі де бойына сіңеді. Ол жағынан уайымдамаңыздар.